Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеоның бірінші бөлімінде сіздер Стамбулға қандай самолетпен бардым және қанша кетті, кім қарсылап алды, отельге қалай бардым, неге туркомпаниямен бармай гидпен жүрдім, гидпен неге келіспей қалдық, сол туралы барлығын көресіздер. Ендеше дайын болсаңыздар, кеттік. Стамбул Босфор бұғазы бойында орналасқан, екі құрлық Азия мен Еуропаға жайылған бірегей қала. Бұл Түркияның ең үлкен қаласы, бірақ астанасы емес. Стамбул әлемдегі топ 10 ең көп халық тұратын мегаполистердің бірі. Шамамен 20 миллионға жуық адам тұрады. Яғни мен шетелге ең алғашқы рет шығып тұрғандықтан туркомпания немесе гидке жолығайын деп шештім. Стамбулда 3 аэропорт бар. Біріншісі Еуропадағы ең үлкен аэропорт Стамбул аэропорты. Turkish Airlines және де басқа да ірі әуе компаниялар қонады. Оның ішінде қазақстандық компаниялар да бар. Одан кейін Ататюрк аэропорты. Жеке және жүк тасымалдайтын ұшақтар қонады. Және соңғысы ескі аэропорт Сабиха Кекчен, Pegasus, Аджет сияқты бюджеттік авиакомпаниялар қонады. Мен Стамбулға дейін билетті өзім алған болатын, яғни осы Pegasus'қа бюджетный авиалиния. Ақтаудан Стамбулға билет 90 мыңдай болды. Ұшу 3 сағаттай уақыт алды. Қарап отырсаңыздар, мен мұнда шаршап отырмын. Pegasus'та тамақ берілмейді, ой астанада тамақ өте қымбат. Және де регистрация кезіңізде орын тегін таңдалмайды. Барлығы мұнда платный. Орын таңдау орындарға байланысты 200 лирадан бастап 400 лираға дейін жалғасады. Ол шамамен 4 мыңнан бастап 6 мыңға дейін. Pegasus'та осылай Pegasus'тың Wi-Fi-на қосылу арқылы қай жерде келе жатырсыз, неше уақыт қалды, соны қарап отыруға болады. Бұл гитикумыздың перепискамыз, ол былай деп жауап берді, мен өзім қарсылап алмаймын, апам қарсылап алады таңғы 5:30 деп. Сосын мен 5:30 жаздым ол кісіге, ол кісі мені 5:30 қарсылап алды. Аэропортқа келгенде, аэропорттың ішінде метро бар, метроға қарай жөнелдік. Стамбул метрополитені қаланың ең маңызды қоғамдық көлік жүйелерінің бірі. Ол қаланың кен аймақтарын байланыстырып тұрғындар мен туристерге ыңғайлы әрі жылдам тасымалдау қызметін ұсынады. Стамбулда метромен жүру үшін Стамбул карта қажет болады. Ол тек қана метромен емес, автобуспен, трамваймен, кемемен жүргенде барлығына қажет болатын ортақ карта. Бұл картаны барлық станциядан алуға болады десе де болады. Себебі әрбір станцияда осындай терминалдар тұрады. Стамбул картаны қалай аламыз десеңіздер, осындай нелерден аласыздар, терминалдардан, осындай картаны алу үшін. Допустим, мұнан тілді өзгертуге болады сразу. Мына басасыздар. Назад деген басамыз, мына language жазып тұр ғой. Соны басасыздар, мына русскийге қоясыздар. Потом бүйтіп картаңызды қоясыздар. Балансыңызды қарайсыздар, сізде баланс. Ақша салатын болсаңыздар, так. Мына жерден саласыздар, картамен төлеуге болады. Лейтін мұнда саласыздар ақшаңызды. Вот солай, ешқандай қиындығы жоқ. Сабиха Кекченнен метроға отырып, отельге жету үшін бір рет пересадка жасадық. Айырлық Чешмек станциясынан түсіп, Еникапы станциясына Мармараймен бардық. Менің отелім осы жерде орналасқан. Ақсарай мешітінің қасында. Жалпы бұл отельді гид кеңес бергесін ғана алғам. Метроға жақын, сізді қыдыртуға бізге оңай болады дегесін. Осы екі отельді қарап көріңіз. Жалпы Мердан отель деген, сол мен жаңа айтқан 6 күнге сол 120 мың теңге шығады. Ал егер ол ұнамаса, мынау содан состояниясы жоғары Пармада отель деген бар. Осы отельді қарап көріңіз. Просто местоположениесі бізге де өйткені маңызды да, өйткені біз бір жерден алып шыққанымыз өзімізге де тиімді. Ана отельден бір адам, мына отельден бір адам алып шыққанымыз бізге тиімді болып кетеді. Ал мына осы екі отель бір-біріне өте жақын орналасқан. Осы екі вариантты қарап көріңіз. Болған бала азар алды. Bir көткен ашы, хозяин ақша бөлмейтін сияқты болды. Selamlarımız көткен. Достар, бұл менің отелім. Стамбулда жатқан Пармада отелі. Өте тар отель. Бұл отельдің негізіне алғым келмеген, просто гид алды кесіп алады. Әлі өкінем осы отелді таңдағаныма. 6 күнге $300 кетті.
Теңгеге аударғанда 150 мың теңге. 3 жұлдызды отель. Жер сынып жатыр. Алынбайды дұрыстап. Отырма жер жоқ. Wi-Fi очень слабый. Говорю, проникнуть правда раздать. Фен вот такой. Подкин. Повестите. Супер. Витті қараңыздар, қандай. Витті айтсаңыздаршы, витті. Қандай әдемі витті, қандай әсем. Достар, қараңыздар. Отельдерде сейфтер болады осындай. Егер де, допустим, заттарыңызды салып қойғыңыз келсе, мысалы мен затын салып қойдым да, енді оны жабасыздар. Жапқанда, допустим, пин-код қоясыз ғой. Қойғанда именно бірінші осылай. Допустим, 20-23 деп қойғыңыз келсе, 20-23 деп басасыз, потом на санты басасыз. Решетку сол кезде close деп жаңа пин-код қойғыңыз келеді. Мен уже өзгертіп қойдым, мен просто қазір оны өзгертіп тұрған жоқ. Допустим, сосын аласыз да бүйтесіз. Оны уже жабасыз. Енді сіз жабу керек қой мұны. Мен пин-кодты қойдым. Мен басамын. Closed, жабық. Енді ол ашылмайды. Оны ашу үшін обратно пин-кодын істеймін. Енді басам, open it деп ашылса. Көрдіңіздер, ешқандай қиындық жоқ. Сәл үйреніп алсаңыздар, бәрі де оңай. Мен жалпы Стамбулға $850 келген болатынмын. Оның $300 осы отельге жойдым. Енді тағы бір $100 лираға айналдырып ал деді. Мен сосын $100 лираға аударып алдым. Ол шамамен 3200 лираға шықты. Одан кейін сәл демалып ал, кешкісін қыдыртамын деді. Мен сосын мына жерде бір жақын асхана бар деді. Асхана дегенде ресторан. Содан тамақтанып алдым, обедті. Сол бір жерде ұсынды, арзан деп. Арзан дегенде арзан емес екен, бағалар 200, 280, 250 лирадан басталады. Кешкісін кешкі 5-терде қыдыртуға алып шықты. Ең бірінші Сұлтанахмет мешітіне бардық. Осылай азы шоғын экскурсия жасады. Қайсысы? Мұнара тұр ғой? Иә. Вот солар кейіннен салынған. Мешіт қыламын деп салған несі ғой. Византия кезінде шіркеу қылып салды. Одан Осман империясы басылғаннан кейін, оны мешіт 9 жыл бойы шіркеу болып тұрды, потом 86 жыл бойы мешіт қылды. Сол кезде салған несі ғой. Одан әрі София мешітіне кіреміз бе деп едік, бірақ менен кіргізген жоқ. Камерамды, штативімді көріп қойды да, туристер ар жақтан кіреді деді. Платны. Гид платны керек емес деді де, келесі күннен турист сияқты киінбей обычный киінгенде кірерміз деді. Мен жақсы деп әрі қарай жүрдік. Осылайша біршама фотоға түстік. Ішіне кірмесем де, штативті қойдым да, видеоға түсірмекші болдым. Бірақ бәрім жете береді. Одан кейін Сүлейман мешітіне аттандық. Египетский базар ішінен өттік. Адамдар құр жинап отыр ғой, құрт сияқты.
біздің базардағы барахолкадегі футболкаларды осыдан алатын сияқты ғой. Көрермендерім, бұл витті қараңыздаршы, қандай әдемі. Осы жерден қалаға күшті вит ашылады. Осы жерге келіп барлығы фотоға түседі. Сосын мен де осы мүмкіндік пайдаланып бірнеше рет фотоға түстім. Видео. Мінекей біз Сүлейман мешітіне де жеттік. Христиандар жерден айырылып қалды ғой. Мұсылмандар осы мешіттен бастаған кезде осы басты сыйлыққа берді. Типа төрге қойып та айтады, осылайдан жасалған деген сияқты сөйтсе. Енді бұны анықтап қараған кезде Кристің суретін салып берген. Мына жерде Кристің басы бар. Чуть-чуть кетіп қалған еді, бірақ білмейді Крист екені. Басы ана жағында бір басы, ана жағында бір басы. Ал бұтасынан Кристі сөйтіп қашап мұсылмандарға берген. Соны көріп қояды, одан кейін теріс қаратып қояды. Кіреберіс жерге қойып қояды. Сүлейман мешітінің іші. Бір қызығы, қазақ тілінде жазылған Құран кітапты тегін алуға болады екен. Енді алуға болады дегесін біреуін алып кеттім. Мұнда неше түрлі тілдерге аударылған екен. Шортымен жүргесін осындай кисін деді. Бұл Сүлейман мешітінің ішкі ауласы. Сұлтан Сүлейман сериалының фанатысың ба деді. Мен жоқ дегесін Сұлтан Сүлейман зираты мен кесенесіне кірген жоқпыз. Тек сыртынан осылай видеоға түсіріп алдым. Сұлтан Сүлейман сүйрем мазары осының ішінде. Уже сағат кешкі 8-де үйге қайттық. Донер алып кеттім. Кешкі ужинға. Дәмі бөлек екен біздікінен гөрі. Не бәрі 85 лира тұрады. Шамамен 1100 теңге. Айтпақшы кит 6 күнге апылатынын полный сұрады. 282 мың, бұл 585 доллар. Келетіңе уерін олсаң, предоплата төлеп қой деген болатын. Сол себепті 40 мың алдын ала жеріп қойған болатын. Сонда 282 мың емес, 502 доллар шығады. Сонда наличка ретінде доллармен бер деді. Ойлаңыздаршы, мен 850 доллар алып келдім. 300 отельге 100 долларны өзі айтқасын жүріп тұруға лирға аударып алдым. Сонда менде небары 450 доллар қалады. Бұл жетпейді. Еще договор, лицензиялары, еш нәрселері жоқ. Кім кепіл, ертең ақшаның полный бергесін қадыртпай қалуы да мүмкін ғой. Сосын мен былай деп айттым. 20 мыңды күніне беріп отырам, сразу бермей деп. Бәлкім гид 6 күнге ғана керек болмай, тек 3-4 күнге ғана керек болатын болар деп. Солай гидтің інісіне жаздым. Ол, онда күніне 20 мың емес, 25 мыңнан есептеп беріп отырасыз деді. Еще онымен қоймай, қаршылап шығарып салу 12 мың емес, 20 мыңға есептеңіз деді. Таңертең сізді күтуге метромен емес, таксимен келді. 18 мың теңгедей құртты деп менен көреді. Мен ашуланып кеттім. Уағалейкум ассалам, жақсы шүкір, өзіңіз қайсыз. Онда күндігіне 25 мыңнан беріп отырасыз ғой. Сосын ең соңында сол минусовать етіп, общий суммадан минусовать етіп істейміз ғой. Бірақ негізі күндігіне сол 25 мыңнан беріп отырсаңыз болады. Одан кейін анау күтіп алу шығарып салуға мен 12 мың теңге деппін. 12 мыңнан 24 мың болады екен, мен дұрыс есептемей жеттім ғой. Бір күтіп алу 12 мың теңге ғой негізі. Тем более сізді күтіп алуға жаңа таксимен барған, таңертең метро трамвайлар жүрмейді ғой, сол кезде таксидің өзіне 18 мың теңге кетіп қалды жаңағыдай.
барғанның өзіне. Соны да есептесіп жазсаңыз, Сразу күмәндана бастадым. Бұлар мошенниктер емес пе деп. Нелегал болып жүріп, қазаққа жанашмай ма деп ойланып қалдым. Все-таки бизнес есть бизнес. Тут нету своих. Жақсы деп келісе салғандай болдым. Күндегісін күнде берем деп айтып отырдым апасына. Бірінші күні ештеңе бермей, ертең 2 күнді күн бірге беремін деп айттым. Сосын ертеңгісін гид керек емес деп айтамын деп ойланып жатқанда, менімен бірге Ақтаудан Стамбулға бірге келген қазақтар жазды. Аэропортта 5 қазақпен танысып, 2 кісімен номер алмастым. Олар Ақтөбенің 2 қызы, біреуімен таныстым, Нұргүл деген. Екіншісі Қызылорданың 3 жігіті. Тек біреуінің номерін ғана алдым, Қайсар деген. Көріп отырсаңыздар, сіздерге сәлем. Үлкен рахмет. Нұргүл дейтін қыз қалай қыдырып жүрсің деп менен гид ұнап жатыр ма деп сұрады. Мен пока норм, күніне 20 мың беремін деп келістім деп айтып жатсам, ол сразу шок болды. Интернетте полный бесплатный информация толып тұр ғой, неге Google Maps'пен свайып қойдым жүре бермейсің бе деп маған солай деп жазды. Сосын мен де өзімше намыстанып кеттім. Мотивациям оянғандай. Олар жүргенде мен неге жүре алмаймын да дегендей ой келді. Ертеңгісін таңмен гид бүгінге баратын жерлерді жазды. Маған баратын жерлер сразу ұнамады. Мен өзімнің баратын жерлерімді жаздым. Сосын ерегес басталды. Сен қызық адамсың, сразу айтпайсың ба деп менен көре бастады. Мен Ақтауда көп ақша кетіп қалды деп өтірік жаздым. Келмей-ақ қойсын дегендей. Сосын ол келісті. Мен не виноваты, сен көп ақша алып келмегенде деп менен көре бастады. Сосын кеше күннің ақшасын жібердім. Хотя менің 40 мыңды есептемей тұр ғой. Сонда есептеңіз. 20 мың қыдыртуға жібердім, 12 мың қарсылауға, сонда 32 мың шығып тұр. Жарайды. 25 мың болып есептегеннің өзінде 37 мың шығып тұр. Мен 40 мың, еще үстіне 20 мың жібердім Каспийден. Сонда 60 мың шығып тұр. Сонда мен 23 теңгеге желініп қалып тұрмын. Ради своего безопасности кеселер кетпесін деп, бұлда болғасын құрсыншы деп 20 мыңды жібердім. Себебі олар маған отель тауып берді, отельдерде связьдар, таныстар өте көп болғасын. Ата қаласында болса мен жібермейтін едім. Осымен бәрі аулақ кетсін, жалғыз саяхатымды өзім бастаймын деп шештім. Бірінші бөлім осымен бітті. Қызық болса, ұнаса тіркеліп кет, лайк басып кет. Қалай ойлайсыздар, бұл жерде кім кінәлі? Кімдікі дұрыс? Гидтікі ме әлде менің жасағаным дұрыс па? Келесі бөлімде кездескенше аман сау болыңыздар.